Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгінгі видеода біз сырный лепешка жасаймыз. Ол үшін 100 грамм ұнға 1 ас қасық разрыхитель, жарты ас қасық тұз және де жарты ас қасық қант саламыз. Бір жұмыртқамызды жарып, 150 мл сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қалауларыңызша сыр салып, тағы да бір рет араластырасыздар. Сковородкаға кішкене ғана май құямыз, жақсылап қыздырып аламыз. Қоспамызды екіге бөліп пісіретін боламыз. Лепешкамыздың бетінде көпіршікті шыға бастағанда екінші бетіне аударамыз. Осымен біздің сырный лепешкеміз дайын. Бетіне міндетті түрде май жағыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк пен комментарий жазыңыздар.